Тарихқа жазылмаған қанды қасап. Әттең, қанды қасаптың қылышына туралып, қыршын кетті шетінен. Бір эшелон адамнан бір адам тірі шыққан жоқ. Тарихшымын дедің ғой, тыңда. Тарихқа жазылмаған да тарих бар. 1940 жылдың қарашасы еді. Ит жығыс түсіп жатқан кезіміз. Орысша, қазақша сауатым бар. Адъютант едім. Бір күні казармаға шақыртты. Бар, сенің қазақтарың келді. Шетінен тіл білмейтін мақаулар. Аудармашы керек деп кекете күлді шенділер. Бұл келген Торғай мен Ырғыздың қазақтары екен. Үстерінде жалбағай тон, аяқтарында жіппен шандыған байпақ, басына түлкі тымақ киіп, тонның сыртынан белбеу буа салған. Өңкей 18-19 жастағы өндірдей жастар. Көбінің сауаты шамалы. Адрес толтыра алмайды. Анығы қайда, келгендерін білмейді. Әскери даярлықтан өтіп те жартпапты. Түнімен олардың жазған хаттарын толтырдым. Мыңға тарта адам. Үлгер алмай, ертең келем деп рұқсат сұрап кеттім. Келесі күні келсем, бәрін маңызды тапсырмаға дайындауға кетті деп күледі лейтенанттар. Әлі керзі етік киіп үлгермеген ауыл балаларына қандай маңызды әскери тапсырма жүктеуі мүмкін? Оны қарғыс атқан сол түні білдім. Бүгін фашистердің ұясын анықтайтын боламыз, дейді командирім. Арнайы мамандар картаға түсіріп отырады. Бәрі анықталған, кейін ауыр артиллерия шабуылға шығады. Біздің міндет қорқақтар пайда бола қалса, соларды сапасына түсіру. Қою қараңғылық орнады. Орман шетінде тұрмыз. Алдымыз ашық алаңқай. Сол маңда жаудың күші орналасқан деген ақпар бар. Бірақ тап қай нүктеде екенін білмегендіктен бір аптадан бері аңдысып жатқанбыз. Кенет шабуыл белгісі берілді де, орман ішінен тағы бір орман бөлініп шыққандай жөңкіле жөнелді. Құлағыма алға әруақ деген таныс дауыстар естілді. Фашистер де соны күтіп жатқандай жан-жақтан прожекторлармен осқылап оқ жаудыра жөнелді. Сары тоны далпылдап, түлкі тымағы жалпылдаған, мыңдаған қызыл әскер баудай түссе де тоқтайтын түрі жоқ. Жауған оққа тай салмай салып барады. Бір қызығы, біздің жақтан мылтық даусы шықпайды. Тек айқай мен ұран. Жарайсын қазақтарым, деп командирім жатыр айызы қанып. 1 сағаттан кейін атыс тоқтады. Жау дзоты орналасқан нүкте сәтті анықталып, көп өтпей біздікілер атқылады. Бекініс алынды. Сөйтсе, жаудың негізгі күшін анықтау үшін әкелінген бұл жігіттер. Келесі күні майдан болған жерге бардым. Мыңға тарта жігіт қолында таяқ қырылып қалыпты. Алды жау шебіне тақап барып, 100 қадам жетпей шахид бопты. Біреуі тірі алмапты. Қаудырлаған тонын кебін қылып, бір күн бойы көмдік деп сөзін аяқтады ардагер.